Енді, құрметті көрермен, біз енді ары қарай жалғастырамыз. Білмеймін енді, естеріңізде бар болса, кімнің не жасырғаны, не бүлдіргені бар деген едік. Сол сәтте жауап алатын уақыт келген сияқты. Шолпан, өзіңізден сұрайтын боламыз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Мадина мен Фархаттың хикаясы жай ғана кездейсоқ таныстық емес, тағдырдың жазған жолы болатын. Екеуінің өмірі екі түрлі арнамен ағып жатқан, бірақ бір күні сол өзендер тоғысып, бір тұтас өмірге айналды. Мадина мейірімді, еңбекқор, бірақ бір түрлі тұйық қыз еді. Ол көп сөйлегенді ұнатпайтын, бірақ сөйлесе әр сөзі жүрекке жететін. Қаладағы кітапханада жұмыс істейтін, кітаптармен, тыныштықпен, иіс аңқыған парақтармен өмір сүретін. Ал Фархат ашық мінезді, күлкісі жарқын, өмірге жеңіл қарайтын жігіт. Ол музыкамен айналысатын, гитарасыз бір күнін елестете алмайтын. Бір күні Фархат кітапханаға кіріп келді. Қолында ескі гитара, үстінде қара күрте, шашы сәл ыссы, көзіне күн түсіп тұр. Ол бір кітап іздеп келген екен. Кітапханашы қыз, Мадина, оның қасына жақындап: «Қай кітапты іздеп едіңіз?» деп сұрады сабырлы үнмен. «Күн астындағы қала деген роман», деді ол жымиып. «Сізде бар шығар?» Мадина компьютерден қарап: «Иә, бар. Бір дана ғана, бірақ оны кеше біреу алған». «О, өкінішті екен», деді Фархат басын қасып. «Ендеше мен де күтейін». Ол кітапты таппағанымен кітапханадан кеткісі келмеді. Сол күні олар алғаш рет ұзақ сөйлесті.